Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 5-ші сынып математикасының сандар тізбегі тақырыбын өтетін боламыз. 7 санынан басталған натурал тақ сандарды рет-ретімен жазайық. 7-ден кейін, әлбетте, 9 деген сан тақ сан болады. 9-дан кейін 11, 11-ден кейін 13, және 13-ден кейін 15, дәл солай 17. Осылайша 2n қосылған 1 болып тізбек қоя аламыз. Бұл сандар тізбегі. Сандар тізбегін құрайтын сандар тізбегінің мүшелері деп аталады. 7, 9 және 11 сандары сандар тізбегінің мүшелері. Мұндағы 7 саны бірінші мүшесі, ал 9 саны екінші мүшесі, 11 саны үшінші мүшесі, ал n-ші орындағы n 2n қосылған 1 саны сандар тізбегінің n-ші мүшесі. Сандар тізбегінің мүшесі болатын санның ондағы жазылуы сандар тізбегінің мүшесі болатын санның ондағы жазылу орнына сәйкес белгілі нөмірі болады. Сандар тізбегі әріптермен мына түрде жазылады: A1, A2, A3, A4, AN немесе AN. Мұндағы 1, 2, 3, 4 және n индекстері санның сандар тізбегіндегі рет нөмірін көрсетеді. Мұндағы сандар тізбегін жазуда A әрпінің орнына латынның өзге де кіші әріптерін пайдалануға болады. Мысалы, V, S, D, M, K және тағы да басқа әріптерін. Сонымен мысалда бізде 3, 6, 7, 9, 11 және 2n қосылған 1 деп болатын болсақ, бұл яғни тақ сандардың 2n қосылған 1 десек, бізде 2n қосылған 1 формуласымен берілген сандар тізбегі. 5, 4, 5, 4, 5, 4 деп алатын болсақ, бізде 5 және 4 санымен жағына жазылған сандар тізбегі болады. Ал қатарынан тек қана 8-дер болатын болса, бізде 8 санымен ғана жазылған сандар тізбегі болады. Мұндай сандар тізбегі тұрақты сандар тізбегі деп аталады. Егер сандар тізбегінің n-ші мүшесінің формуласы берілсе, оны пайдаланып, сандар тізбегінің қажетті нөмірлі мүшесін табуға болады. Ол үшін формулаға сол мүшенің сандар тізбегіндегі нөмірін қойып, өрнектің мәнін табу керек. Екінші мысал: n қосылған 5 көбейтілген 2 формуласымен берілген. x1, x2, x3, x4 және x5, x6, x7, осылайша xn-ші сандар тізбегін үшінші және алтыншы мүшелерін табайық. Егер бізде осылайша n қосылған 5 көбейтілген 2 болатын болса, формула бойынша n-нің орнына біз 3-ті қоямыз. Бізге үшінші мүшесін табу керек болса. Демек, мұнда 3-ті қоятын болсақ, 3 қосылған 5 көбейтілген 2 болады. 3-ке 5 қоссақ, әлбетте 8 болады. 8-ді 2-ге көбейтсек 16 болады. Демек, бізде x үшінші бізде тең болады 16-ға. Ал x алтыншысын, яғни алтыншы мүшесін табуымыз керек болса, 6-ны қосамыз 3-ке. Алтыншы мүшесін табуымыз керек болса, 6-ны n-нің орнына қоямыз. Сонда 6 қосылған 3 көбейтілген 2 тең болады 18-ге. Демек, бізде 6-шы мүшесі 18-ге тең екен. Үшінші мысал: n куб тең болады 1-ге формуласымен берілген. Үшінші мысал: n куб қосылған 1 формуласымен берілген. Осылайша c1, c2, c3, c4 және cn сандар тізбегін құрастырайық. Ол үшін сандар тізбегінің мүшелерін табу керек. c1 тең болады бізде 2-ге, c2 тең болады 9-ға, ал c3 тең болады 28-ге, c4 тең болады 65-ге. Себебі бізде c1 тең болады 2-ге. Мұндағы n-нің орнына 1-ді қоятын болсақ, 1-дің кубы 1-ді береді, ал 1-ге 1-ді қосатын болсақ, 2 деген мәнді аламыз. Демек, c1 тең болады 2-ге, ал c2 тең болады 9-ға. Себебі n-нің орнына біз 2-ні қоямыз. 2-нің кубы бізде 8-ді береді, ал 8-ге 1-ді қосатын болсақ, 9 болады. Дәл осылайша c3, c4-ті де біз таба береміз. Яғни n-нің орнына 3-ті қоямыз, n-нің орнына 4-ті қоямыз, n-нің орнына 5-ті қоямыз. Осылайша тізбекті жаза береміз. Сонда 2, 9, 28, 65 бізде n куб қосылған 1 сандар тізбегі жазылады.